мойщик баламен бизнесті жасайтын боламыз. Осы мойкада істеп жүргеніме 3-ші жыл кетіп отыр осыдан. Біздің жеке үйіміз болмаған, қазірше квартирантпын. Әкем жоқ, тастап кеткен. Достар, баршаңызға сәлем, мен Тұран Абжанов. Бүгінгі видеода біз реалити шоу түсірейін деп шештік. Яғни реалити шоуда бизнесті қалай нөлден жасау керек. Және де көпшілік бизнесті нөлден жасауға сенбейді. Сол себепті біз өзіміздің мойкадағы, граф мойкасындағы мойщик баламен бизнесті жасайтын боламыз. Және де реалити шоуда соны түсіреміз. Бұл жігіт жалпы бизнесте мүлдем тәжірибесі жоқ, және де білімі аз. Сол себепті реалити шоу сіздерге қызық болады деп ойлаймын. Және де нәтижені беретін Алла тағала. Бұл жігіттен бизнесмен, яғни кәсіпкер шығу мүмкін, немесе шықпау мүмкін. Сол себепті біздің міндетіміз, біздің мақсатымыз тек қана бизнес формуланы үйретіп, және дұрыс әрекеттер жасау. Сол кезде ғана нәтиже Құдай қаласа шығады деп ойлаймын. Сондықтан да реалити шоуды тамашалаңыздар, және де мен ойлаймын, әрбір бұл видеоны түсіріп жатқанымыз әрбір қазақстандық бай болу керек, және де кәсіпкер бола алу керек. Көптеген кәсіпкерлер 99% дұрыс істемейді. Яғни бизнестегі формулаларды білмейді. Сол себепті осы қазір Ернұр деген жігітпен біз осы реалити шоуды түсірейін деп шештік. Сәттілік. Қазір видеоны бастап кеттік. Жалпы біз Ернұр деген жігіт, осы біздің графта істейді, яғни мойщик болып, қазір жұмыс істеп жатыр. Ернұр, қалайсың, Ернұр? Қалай жұмыстар? Уалейкум ассалам. Жақсы өздеріңіз. Жалпы біз реалити шоуда Ернұрды таңдадық. Неге? Өйткені біріншіден біздің компанияда істейді, екіншіден бұл жігіт өзін бизнес бастайын деп жүргенде көп ойы және де көп ойланып жүр. Жалпы Ернұр, өзің туралы айтсаң, есімің, фамилияң, аудиторияға және де қанша болтына мойкада істеп жатқанға, неге бизнес бастағың келеді, және де бизнесте ол бастау оңай емес қой, дұрыс па? Не үшін реалити шоуға келістің мысалы түсуге? Сол себепті өзің бір ауыз, өзің туралы ақпарат берсең. Мен Құралбеков Ернұр. Осы мойкада істеп жүргеніме 3-ші жыл кетіп отыр осыдан. Осы тәкеңмен жұмыс істесем ба деймін келешекте. Енді Алла қаласа бәрі болады деп ойлаймын. Қай жылсың? 2000 жыл. 2000 жылсың? Қаншадасың осында? 21-де. 21-десің? Мойкада 3 жыл болды, иә? Табыс қанша қазір? Табыс 100-150 мың арасы. 100-150 мың теңге айына тауып жүрсің, иә? Бизнесте қанша тапқың келіп тұр? Бизнесте ойым бойынша миллион болса жақсы өзі. Керемет. Бизнес жаман емес, иә? Керемет, Ернұр. Жалпы өзің Шымкент қаласының туындысың ба? Шымкент қаласыдан, осы Алаш жақта тұрамын. Осы қалада өскен. Высшее образование бар, жоқ? Высшее образование. Кәсіпте білім бар ма? Кітаптар оқығансың ба, оқымағансың ба жалпы өзің? Жоқ, кітап оқымадым. Курстар қатыспағансың? Жоқ. Ол іште не жұмыс қой менде. Жалпы өзің қалай ойлайсың осы реалити шоуда? Реально результат болады деп ойлайсың ба? Или қалай өзің бір андай болады ғой? Ожидание қандай болып тұр қазір, мысалы реалити шоуда? Болады деп ойлаймын, өзім ойымша. Мысалы бизнес бастап кетсең, сен мойкадан жұмысқа шығуға дайынсың ба? Дайынмын. Дайынсың ғой, иә? Жалпы. Бірақ бизнес оңай емес, иә? Бизнес оңай нәрсе. Мойкада істеуден мысалы оңай болмаған ба? Біраз үйренген менде. 2-3 машина тегін жуғам, ондай бәрі ол. Қате-қатемен, тәжірибемен келеді яғни, иә? Керемет. Мен жалпы ойлаймын, құрметті оқырмандар, Ернұр дайын деп. Мен және Ернұрға сенем, Құдай қаласа нәтиже жеткізетініне. Өйткені нәтижені беретін Алла тағала, біз әрекет жасап отырсақ, иншалла бәрі болады деп ойлаймын. Әрине қателеспейтін адам болмайды, және бәрі оңай болмайды. Осы реалити шоуда барлығын көресіздер. Барлығын ашық форматта көрсетеміз. Қай жерден ошибка жасады рекламаны, қай жерден дұрыс жасады деген. Самый главный сен келісесің оның барлығын, дұрыс па? Ешқандай не жоқ, бүгіннен уже бастап кеттік біз реалити шоу. Бізде реалити шоу дегенде реально реалити шоу. Бізде не жоқ, андай кесіп тастау, монтаж деген барлығы емін-еркін форматта болады. Өзің бір аудиторияға бір сөйлейтін бір нең бар ма? Пожелание, болмаса сұрақ, болмаса бір ішіндегі состояниеңмен бөлісе аласың ба? Мысалы, қорқып тұрсың ба? Қандай өзі? Жоқ, қазір среднем состояние. Иә. Келешекте сенем, бәріңіз әрекетке қылуға неғыңыздар. Осы тәкең маған болашақта көмек беремін деп отыр. Оған алғысым шексіз, Алла разы болсын ол кісіге.
жұмыс істесуге дайынмын келешекте. Әрбір қазақстандық азаматшыларымыз бай болу керек және кәсіпкер болу керек деп осы реалити шоуды біз түсіруді шештік жалпы Ернұр. Сол себепті біз кеттік, онда Ернұрмен бірге жұмыс жасаймыз. Қазір қандай бағдарлама, қандай тапсырма беріп жатқан бәрін көретін боласыздар. Есімің Ернұр, иә? Ернұр. Жасың қаншада? 21-де. Жасың 21-де. Енді мына видеоның мақсаты, қазір осында сен қаншама адам қарап отыр, бұл реалити шоу да. Яғни кез келген адамды бизнеске үйретуге болады дегенді бұл жерде біз дәлелдеп шыққымыз келіп отыр да. Енді сен қысылма, қалай келдің, біз сені қалай таныстық, барлығын өзің таныстырып, өзің айтып берсең. Және өзің туралы айтып кетсең, қалай өзің қай жақтансың, мысалы, жасың қаншада? Мен толық аты жөнім Құралбек Ернұр, 21 жастамын, Шымкент тумасының баласымын. Семейный положение келсек, үшеуміз үйде, анам бар, інім бар. Біздің жеке үйіміз болмаған, қазірше квартирантпын. Квартирантпыз да, семьямыз бойынша. Осы қалада тұрамыз, Шымкент облысында. 17 жылдай болып біздің квартирада тұрып отқанымызға, әкем жоқ. 2 жасарда ма, сол кезде тастап кеткен. Інім жұмыс істейтін, өзім жұмыс істеймін, Мойкада білесіздер, қай жерде жұмыс істейтін. Анам мына Бадам жақта Теплица деген жер бар, Адель деген, сол жерде істейді. Мойкада істеп отқаныма 3 жыл болды уже. Колледж бітіргенмін, мектеп бітіргенмін, универге высшее образованияға тапсырған жоқпын. Бизнесте мүлдем опыт жоқ. Бір нәрсені істеп көріп, мысалы, андай болды, Ернұр, бір нәрсені істеп көріп, банкрот болып, болмаса болмай қалып деген ноль, иә? Ноль. Жақсы. Не мешает етті сонда бизнес бастауға, мысалы, бастамауға, то есть? Не мешает етті? Не кедергі болды саған? Қаражат жағынан қысыламын, шамал. Ол үйге көмектесесің, анаң постоянно жұмыс істейді. Аренда бар, дұрыс. Аренда, квартира бар. Тамағың бар, жеп ішетін. Соның бәріне қарасаңыз, екі жақтан. Жақсы. Енді мынандай сұрақ қара. Мен саған мынандай сұрақ қойайын. Біздің реалити шоу жайлы, мысалы, біз сторис түсірген болатынымыз, Инстаграмда неде сторис түсірдік, полный да? Алдын ала хабарландырулар бердік. Жан-жаққа біз айттық, бізде реалити шоуға біз адам іздеп жатырмыз. Бұрын оқып кеткен студенттердің арасынан да бізге шыққандар болды да. Мені алыңыздаршы, мен бастайыншы, мен кәсібім бар, бірақ жаңадан кәсіп бастайыншы деген адамдар болды да. Біз олардың бәрін жоқ, бізге шынайы, әлі бастамаған, нөлден бастап жүрген, қазір шынайы кімге керек, соған біз солай деп шешім қабылдадық. Былайша айтқанда 1000-нан 1 болып көрсін да. Енді мынандай сұрақ бар. Осы бизнес жайлы қашан сен ойлана бастадың? Қашан саған осы келді? Бизнеспен айналысу керек екен ғой, бизнес жасау керек деген ой саған қашан келе бастады негізі? Бізге сен, мысалы, біздің стористі көргенсің, дұрыс па? Біздің хабарландыруды көргенсің, ойыңа келді ғой, мен түсейінші, мен болайыншы деген сенде қалау болып тұр, дұрыс па? Қашаннан бастап сен оған дейін де сен, значит, ойлап жүргенсің ғой, сенде оған дейін сенде ой болған бизнеске деген. Ол қашан келді сенде? Бізде семьяда көп қиыншылық болды. Енді анам жалғыз өсірді бізді. Екі балаң оңай емес асырау анаға. Сол келешекте үмітін ақтайын деп, келешекте Алла бұйыртса бизнес бастайын деген ойым болды. Мен қалай да болсын соған жетуім керекпін да мен. Что
мамам бізді бекерден асырамады деген. Өте дұрыс. Енді бұл жерде тәкем инсайт мынандай, қараңыздар. Қашан адам қиыншылық көреді, қиыншылық көрген кезде ол адам пісе бастайды. Яғни пісу деген ол тез жетіледі. Мысалы қараңыз, 6 жастағы бала бір түрлі, мысалы екеуі де 6 жаста да, біреуі жақсы семьяда өсіп жатыр, біреуі жаңағыдай жұмыс жасап жүрген отбасыда өсіп жатыр. Ол әкесіне көмектесіп жатыр, немесе ана бір бұзауды ұстап тұрады деген сияқты мысалы да. Ол екі түрлі болады. Яғни мына бала 6 жастағы бала 12 жасқа келгенде ол уже пісіп тұрады. Ол уже ерте жетіліп қояды. Өмір оны ерте тәрбиелейді. Бұл жерде мен көріп отқаным қиыншылық ол бәріміз басымыздан өткен. Бәріміз басымыздан өткеннен кейін осы қиыншылықтан бұл жылғы жігіт уже пісіп жетілген. И енді шешім қандай? Шешім ақшаны адал жолмен қалай тапсам, көп тапсам деген ол бір ғана вариант бар. Бізде білесіздер, ол бизнес, яғни бір кәсіппен айналысу. Енді мынандай сұрақ. Немен айналысқың келеді? Өзің армандап жүрген. Айта бер, нені армандап жүрсің, соны айта бер. Просто адамның қазір келіп тұрған ойын айтатын болсаңыздар, осы біздің оқырмандарға да осы пайдалы болады да. Дәл қазір ойыңа не келіп тұр? Немен айналысқанды сен қалайтын едің? Өзің мысалы ойлар болады, мынамен айналыссам жақсы болады енді, мынамен айналыс. Сенің ойыңды тыңдайық, потом біз саған осы бизнестегі формуланы айтамыз. Жалпы қалай мысалы бизнесті таңдау керек? Жалпы бизнес формулада мысалы ниша деген нәрсе бар да. Ниша деген ол бизнес идея. То есть бизнес идеяны таңдаудың өз формуласы бар. Үйдегі бір фундаментті көтересің ғой, тура сол сияқты. Поэтому сен өз ойыңды айт полностью. Мысалы мынамен айналысам қалай болады деген сияқты. Біз мына жерде тақтада жазамыз, ол қиын ба, оңай ма, қалай реально бола ма, болмай ма. То есть бізде бұл жерде қандай инсайт, бұл жерде біз реалити шоуда реальный бизнес бастауымыз керек. Поэтому бізге желательно андай тезірек андай бастап кететін бизнестер керек қой, тезірек бастап кететін. И самое главное, саған задание ердір, блокнот, ручка алу. То есть қазір осы реалити шоу біткеннен кейін прям блокнот, ручка аласың. Неге? Потому что сен барлық задание жазып жүргенсің. То есть задание оңай болмайды. Контент өте ауыр. Поэтому давай қандай бизнес бастағың келеді? Айтып өт. Келешекте магазин ашсам ба деймін. Қандай магазин? Продуктовый магазин. Продуктовый магазин, Так, ага. Потом? Продуктовый магазин. Потом? Кейін мал шаруашылығына айналыссам ба деймін. Мал шаруашылығы. Так, потом? Кейін техникалық үлкен көліктер. Арендаға беріп ма, спецтехника ма? Спецтехника. Иә. Спецтехника. Яғни четко пока бізде не жоқ, идея жоқ, қандай бір тағы ой бар ма? Ой болды, одан басқа. Понятно. Бұл жерде Азеке андай да, көп біздің оқырмандар болсын, көп біздің студенттер болсын, және де біздің көптеген бизнесмендердің қателіктері, жалпы адам өзінің не қалайтынын білмейді. Не қалайтынын білмейді да, то есть конкретно мысалы мынанша ақша, мынанша бизнес, и ол осы жерде ошибка ғой, қате да. Сіз өзіңіз чего ты хочешь, не знаете, да? Чего вы хотите, то есть не қалайсың білмейсіз. Сол себепті біз инсайт қандай? Инсайт қазір біз бірінші мақсат қоюымыз керек, какой-то цель. То есть не только про бизнес, можно на деньги поставить. То есть қазір мысалы сіз 100 мың теңге тауып жүрсеңіз, сіз мысалы 200 мың теңге табамын, 300 мың теңге табамын деген бірінші. То есть адам мышлениеде жұмыс жасау керек қой бірінші орында. Өйткені сізде 24 сағат па, менде де 24 сағат. Әзімбек мырзада да 24 сағат. Ешкімде артына оқырмандарда да 48 сағат, 9 сағат жоқ. Поэтому біз бірінші мышлениемен жұмыс жасауымыз керек. Екінші инсайт, біз бизнес нишаны таңдауымыз керек. Менің ойым осы. Әзірге сіз қалай ойлайсыз? Не келіспейтін нәрсеңіз бар ма? Басқа нәрсе айтасыз? Дұрыс. Енді менде бір нәрсе сұрағым келіп тұр. Мына жерде ниша таңдаған кезде, мысалы не үшін ана мысалы техника болып кетті. Ол қайдан келген идея мысалы? Мен Түркістанда жұмыс істедім. Алдыңғы жазда. Мен көрдім техниканы қалай таңдағанын. Мысалы тракторды айтайық, трактор. Жер қазатын трактор. Олар метражын алады. Метріне 300-400 теңге алады. Күніне олар өлдім дегенде 300 метр, 200 метр қазады олар.
айына оларда әжептәуір табысы бар. Вот. Яғни бұрын көрген содан идея туындайды да. Яғни бұл жерде мына жерде оқырмандарға да инсайт мынандай. Яғни экспертпіз. Иә. Бұрын сізде не болды? Қай жерде жұмыс жасадыңыз деген сияқты да мысалы. Так. Енді мақсаты жайлы сұрайық. Иә, мақсаттар алайық. Қандай мақсаттар не? Например, саған не жетпейді, не алғың келеді мысалы, машина ма, или бағана анама деп жатсың мысалы, анама мен доказать еткім келіп жатыр деп жатсың мысалы, дұрыс па? Яғни қазір мысалы арендада үйде тұрсаңыз, үй алу мысалы, дұрыс па? Болмаса анаңызға қымбат телефон алғыңыз келеді, дұрыс па? Сондай мақсаттар, өйткені біз өмірдің мәні болу керек та, қандай мақсат, қандай кәсіпте, бизнесте не мақсат деген сияқты. Поэтому біз мақсат қоя білуіміз керек. Сіздің қазір қандай мақсаттарыңыз бар ма? Иә, мақсат қандай? Көп десем болады. Бірінші өтіп өзім анама зәулім үй салу. Қандай? Үй соғу. Үй соғу. Так, потом астына жеңіл көлік. Арманым мен өз анамды бақыт ету. Понятно. Яғни қараңыздар, бұл жерде инсайт қайта келеді да, әзеке. Адам бар ғой, мақсат пен арманды ажыратамайды. Неге? Өйткені мақсат қояды, мысалы жеңіл көлік дейді, үй соғу дейді. Қандай үй, қандай көлік, үй қашан? То есть нақты жоқ та. Поэтому жалпы мақсат қоюдың өзінің керемет формуласы бар. Мысалы айтып өтейін. Қазір сен оны бір жерге жазып алып, болмаса ертеңнен бастап блокнот алып, қазір жазып алсаң болады. Смарт деген нәрсе бар. Смарт мақсат. То есть смарт мақсат деген бұл ақылды, умный мақсат деген. Смарт мақсат. Смарт мақсатта біз мақсатты нақтырақ қоюымыз керек. Бұл жалпы негізі әрпі бағанадай әр мағына білдіреді. Бұны біз видеода қазір жазып кетеміз, мына жерде полностью, мына жерде көрінеді. Бұл әр мағына мысалы. Смарт деген әрпінің мағынасы бар. Ағылшынша аударған кезде. Жалпы мен сіздерге инсайт ретінде айтып өтейін, өйткені уақыт бізде сәл аздау. Смарт мақсат дегеніміз, қараңыз, Ернұр. Мысалы, мен Ернұр. Қашан, то есть нақты болу керек та, қашан, то есть жеңіл көлік қашан деген мысалы мақсат қою керек. То есть 2 айдың ішінде ма, и қандай, то есть нақтырақ болу керек, қандай. Және де қол жетімді болу керек. Қол жетімді. Так, осындай қою керек, мен ойлаймын. Әзеке дәл қосатын нәрсеңіз бар ма? Қараңыз, сіз мысалы мақсат қойдыңыз ғой, жеңіл көлік алып беру. То есть қанша суммаға алып беру? Оны қалай аласыз? Қандай көлік? То есть сіздің өзіңіздің аппетитіңізді білу керексіз ғой. То есть белый Мерседес па, мысалы, ақ Мерседес, мысалы, 2020. Может, Kia Rio ма, мысалы, Toyota Corolla ма, нақты білу керек та, қашан жеткіңіз келеді. То есть сіз бірінші мақсатты біз определять етіңіз керек. Түсінікті ма? Поэтому мынандай нәрсе бар, инсайт айтып дейін. Жалпы қазір мысалы сіздің табысыңыз көп адам мақсатты дұрыс қоймайды. То есть адамдар андай армандап келеді да, мысалы 2 миллион, 3 миллион деп ше. Бірақ көп адам ол дұрыс емес. Неге? Потому что ол 1 миллион, 2 миллион жету үшін көп жұмыс істегісі келеді да, бірақ болмай қалады. То есть ол кезде андай сынып қалады да, кез келген адам сынғанды жақсы көреді. Оңайсына салады. Поэтому демотивация деген нәрсе пайда болады. Демотивация пайда болмау үшін, демотивация деген энергияны сындырады. Сол үшін бізде формула бар. Біз плюс 50% немесе 100% қоюымыз керек өзіміздің табысымыздан. Яғни ол деген нәрсе, сіз мысалы 150 мың теңге тауып жүрсеңіз, қазір мысалы 150 мың теңге точка А болса, бізде точка Б бізде 200 мақұл даже 300 деп алайық та, точка Б да 300 деп алайық, допустим. Оның өзі 2 есе нормально. Сіз кәсіпте мысалы жасап жүрсеңіз, кәсіпте 300 мың теңге таза пайда тапсаңыз, мен ойлаймын, это жақсылық. То есть 1 миллион оборот жасап, мысалы 300 мың теңге, 400 мың теңге тауып жүрсеңіз, почему нет? То есть сіз мойкада қазір компанияда жұмыс істеп жүріп 150 мың теңге тауып алсаңыз, 100 мың теңге, мына жерде 2 есе. То есть инсайт қандай? Инсайт аз-аздан мақсат қою. Андай болып кетпеу керек та, Ернұр. Понимаю, мысалы 1 миллион, 2 миллион жеткің келеді, бірақтан да бұл жерде сен мысалы 1 миллион, 2 миллион қоясың да, жетпей қалсаң, сенде андай духтан сынасың да, сынып қаласың. Поэтому духтан сынбау үшін адам всегда энергиясын көтеріп отыру керек. Энергия көтеру үшін біз аз-аз мақсат қоюымыз керек. Максимум 2 есе. То есть сіз қазір 300 мың алса 250 мың жетесіз ғой? Я молодец дейсіз да. Мен молодец. Честно. Мен жеттім дейсіз да. Ары қарай жетіп қалуы мүмкін да. Түсінікті ме?
Поэтому мақсат сізге задание, өзіңізге смарт мақсат ойлану. Прям жазыңыз. Смарт мақсат ойлану. Біз сіздерге даже смарт мақсаттың формуласын береміз, более подробно. Бізде кез келген студенттер, про бизнесте барлығы смарт мақсат қойған. Өйткені ол не обязательно бизнесте, прям задание жазып қойыңыз. Мен смарт мақсат жаздым. Бірінші. Мен осы тапсырманы дұрыс деп ойлаймын. Әзірге қалай ойлайсыз? Иә, дұрыс. Енді бұл жерде мынандай нәрсе бар. Сабақта бізде бұл тақырыпты 2 сағаттай мысалы түсіндіреміз. Бұл тақырыпты жалпы 2 сағаттай түсіндіреміз. Яғни бұның барлығын біз қазір түсіретін болсақ, біздің мына видеомыз қызған соқ болады. Сондықтан мына жерде бүкіл нені түсіндіреміз, оны айтамыз барлығын. Енді бізде келесі этап ол бизнес түрі. Қандай бизнеспен айналысамыз? Соны таңдауымыз керек. Яғни ниша. Көп адам осы ниша таңдаған кезде қателеседі. Жаңа айттық, Ернұрда 3 вариант бар. 3 вариант. Спецтехника, сосын екіншісі қандай еді? Спецтехника. Продуктовый магазин біріншісі. Продуктовый магазин. Потом? Ортада қандай еді? Мына біреу. Мал шаруашылығы. Мал шаруашылығы и спецтехника. Бұл жерде 2 мен 3-ші бұл эксперттікке келіп жатыр. Яғни бұрын мал шаруашылығы нағашының үйінде малмен айналысқан. Эксперттік тоже біледі, енді шамалы хабары бар. Болмаса сұрай салады деген сияқты. 3-шісі жұмыс деген тоже эксперттік. Ақша тапқан біледі, ол несін көріп отыр. Жақсы, жаман емес. Енді біріншісі қайдан келіп қалды деген вопрос. Не үшін продуктовый? Не үшін продуктовый? Продуктовый магазиніміз ба? Өйткені постоянно біз магазиннен бір нәрсе керек болса магазиннен аламыз, базарға жүгінбейміз. Сол. Өзің мойқы десең магазин бара береміз. Постоянно жүгіремін да. Бүкіл мысалы завтрак болса магазиннен аламын. енді бізге мындай да, қараңыздар, бізге қанша адам келеді, мысалы ай сайын қаншама поток сайын адамдар келеді да, ішінде кемі бір 5-6 продуктовый магазин деп келеді. Продуктовый магазин деп келетін 5-6, яғни дүкен да, кәдімгі ауылдағы немесе қаланың бір шетіндегі дүкен. Оның өзінің қиыншылығы бар. Оны бастау үшін ақша да керек. Ақша керек. Бұл жерде нольмен болып отыр барлығы. Яғни оған бастау үшін ақша керек па? Значит, біз басқа теманы көруіміз керек. Бұл бизнесте жаман деп айтпаймын. Бір жақсы бір варианты бар, оны арендамен кетіп қалсақ болады. То есть жүріп тұрған бір нені арендамен алып кетуге болады да. Тоже оңай бастап кететін вариант. Яғни жүріп тұрған бір арендаға берілейін деп тұрған продуктовый магазинді алып кетуге болады. Бірақ мен сәл әзірге продуктовый магазин қиын ба деп ойлаймын. Неге? Потому что продуктовый магазинге продукт алуға ақша керек. 1 миллион, 1,5 миллион, уақыт жастың подразделениесі берсін да. Но қазір на данный момент продуктовый магазин дұрыс емес шығар ойлаймын. То есть мен келіспеймін. Неге? Потому что біріншіден ақша керек, екіншіден онлайн қиын продуктовый магазин. Реклама жасай алмайсың. Реклама жасай алмайсың. Бізге желательно онлайн реклама жасай алу. Өйткені біз сізге онлайндегі формулаларын бәрін үйретеміз. Қалай реклама жасау керек, қалай сату керек. Және де мал шаруашылығы, оған да мал шаруашылығы білейін. Не знаю, мен честно мал шаруашылығына өзім эксперт болмаған кейін, мен қиналамын оған алу. Менде опыт жоқ мал шаруашылығы, шыны керек. Это мойындау керек да. Менде әзірге сізде бар ма опыт деген? Жоқ, менде бар. Мал шаруашылығында тәжірибе бар. Негізі мал шаруашылығы жаман емес. Негізі жақсы бизнес. Жаман бизнес жоқ, бизнес жақсы, бірақ бізге дәл қазір бастап кетеді. Дәл қазір. Прям уже бір аптаның көлемінде бастап кетеді. Мал шаруашылығына ол біраз ақша керек бұл. Субсидия аласың мысалы үкіметтен или бір арендаға бар қора табасың деген сияқты. Бұл несі көп. Зерттейсің оны полный. Енді ол жерде де плюсы бар. Жаңағыдай арасында ет сатып жүріп бірдеңе істесең болады. Ет сатып, жаңағыдай клиент тауып беріп отырып, ол да тоже бизнес та. Ол тез бастап кететін бизнес емес та. Тез бастап кететін. Ол ет қашан күзде өтеді? Күз, қыс, январ айында мысалы. Полный қазір уже бәрі көкке келіп кетті. Барлық қазір уже малдың бәрі арық, қазір семірту қиын да мысалы. Өзі көктемге енді шықты да. Сондықтан қазір қиын. Огород болып жатыр. Қазір ауыл шаруашылығы, агро жаңағыдай өндіріс. Тағы да спецтехника. Жалпы мен ойлаймын да әзірге бізде мынандай какой-то бір не істеп жүріп, өзіміздің формула бар біз мысалы, бірінші онлайн. То есть сіз мысалы жазып алыңыз, қараңыз, сізде бірінші бизнес таңдайтын кезде
сізде онлайн сата алатындай болу керек. Онлайн сата алады. Неге? Өйткені қазір сіз мысалы продуктовый магазин ашып тұрсаңыз, только районда ғана бар. То есть это не серьезно, да? То есть онлайн қазір мысалы карантинде даже красная зона болсын, даже мысалы қалай жауап қалса да онлайн всегда трендте, да? Сіз по всему Казахстану, и оның шектеуі жоқ. Поэтому бизнес таңдайтын кезде желательно онлайн. Желательно емес, бізге қазір настойчиво бізге онлайн таңдауымыз керек. Өйткені біз реалити шоуда онлайн бағанағыдай бизнес дамытамыз. Екінші, бізге аз ақшамен. Үшінші формула бизнес идея таңдайтын. Скорость. Төртінші, факт. Полностью. Факт. То есть факт деген нәрсе, сондай бизнес идея кім істеп жүр. Ол факт. То есть қараңыз, онлайн болу керек бізге. Сізге қазір задание береміз. Онлайн бизнес идея таңдау. То есть спецтехника онлайн бола ма? Бола. Почему нет? То есть OLX, мысалы, Инстаграмда реклама жасау, колесаға салу, спецтехника мен қарсы емеспін. То есть арендаға беруді чек үлкен. Сіз өзіңіздің спецтехника болмай, сіз сайт ашып, реклама жасап, ақша тауып болады. Әрбір спецтехникада 100-150 теңге алып, мысалы, 10 спецтехника 1,5 миллион тауып болады. Жұрттар істеп отыр, мысалы, OLX-пен, мысалы, немен да, полностью. Бірақ бұл жерде сіз реалити шоуда бір бизнесті бастап үйреніп кету, да? И кейін мысалы реалити шоу біткен кезде басқа бизнестерді сол неде формуланы қолдана беру. Дұрыс па деген? Иә. Поэтому қараңыз, онлайн сата алатындай болу керек. Ол может OLX болуы мүмкін, может таргет болуы мүмкін. Таргет деген Инстаграмда, оны келесі сабақтарда үйретеміз. Может сайт болуы мүмкін. То есть онлайнмен сата алатындай бизнес болу керек, және де аз ақша керек. Өйткені сізде бизнес бізде реалити шоуда 0 деп алдық қой, ақша керек. По-любому ақша кетеді. То есть рекламаға мысалы 20 мың теңге кетуі мүмкін, 50 мың теңге болуы мүмкін. Поэтому мен сізге айтамын, көп адам андай бизнесте бастағысы келеді, нәтиже жеткізгісі келеді, бірақ андай әрекет жасағысы келмейді да. Жертвовать ете алмайды да. Надо уметь жертвовать бір нәрсемен. Түсінікті ме? Үстіңіздегі киіміңізді сатып жіберсеңіз де, ол бизнес үшін істеу керек. Честно. Мына телефон алдым деп отырсыз, иә? Қазір реалити шоу түспей жатыр, кредитта телефон бар деп отырсыз. Телефонды сатып жіберсеңіз де бизнеске до конца баратындай болу керек та. Надо уметь жертвовать. Түсінесіз ба? Поэтому аз ақшамен, то есть рекламаға тағы да басқа бізге қазір керек. Үшінші, скорость. То есть біз бір аптада бизнес идея тауып жүрміз. То есть біздің уақыт бір апта. Блокнотқа жазыңыз. Потом факт. То есть факт деген нәрсе, мысалы, достарыңыз, туысқандарыңыз араласып бизнес жасап жүрген бар ма, дұрыс па? Бар ма? Жоқ, ондай жағынан жоқ. Ондай жоқ па, ондай болу керек. Класстастарыңыздың арасында бір бизнеспен айналысып жүрген адам болса, немен айналысып жүр? То есть біз бизнес идея таңдайтын кезде, мысалы, көп адамның қателігі конкуренция жоқ жерге барамын дейді. То есть ешкім айналыспаған нәрсемен айналысады. Дұрыс емес. Жұрттар айналысып жатқан нәрсемен айналысу керек. Неге? Потому что конкуренция бар жер, сұраныс бар жерде. Бесінші, біз жазып қояйық, конкуренция бар жерге барамыз. То есть біз ол жерде конкуренцияда мықты болуға тырысамыз. То есть ол жерде ақша бар деген, дұрыс па деген? Иә. Конкуренция бар жер. То есть фактына класстастарыңыз, достарыңыз бизнес жасап жүреді. Не істеуге болады? Мысалы. То есть мысалы қараңыз былай ғой, сіз түсінбейсіз ба? Бір нәрсе, спецтехника дейсіз ғой. Спецтехникада сіз өзіңізге мынандай сұрақ қоясыз. Онлайн сатуға бола ма? То есть онлайн аренда өткізуге бола ма? То есть аз ақшамен бастап кетуге бола ма? Скорость бір аптада тез ақшамен бастап кетуге бола ма? Факт, то есть кім істеп жүр? OLX-тан не деп көресіз, мысалы бір адамдар мысалы спецтехника жасаса болады. И конкуренция бар ма? Осы 5 нәрсеге сәйкес болу керек сіздің бизнес идеяңыз қандай? Түсінікті ма? Сізге қазір біз задание береміз, Әзімбек мырза екеуміз. 10 бизнес идея таңдайсыз. Осыған байланысты. Продуктовый магазин болмайды. Откладывайте сразу. Почему? Потому что бірінші онлайн болмайды. Екінші, бұл масштабирование емес. Яғни бұл кәдімгі райондағы не да, несерьезный бизнес. То есть болады, жаман емес. 100 мың теңге, 200 мың теңге да. Я зачем? Надо по-крупному думать. Но тем не менее, сіздің барлық точка А-ны жіберіп, біз 300 мың теңге жасасақ, мысалы, бір ай ішінде кейін 1 миллион, 1,5 миллион жасай береді. Түсінікті ма? Сондай. Мен пока осы ойлаймын, главное задание сізге екеуге ойлаймын. Ең бірінші цель, то есть смарт мақсат бірінші. То есть сіз өзіңізді түсініңіз, чего вы хотите бизнесте. Не үшін сізге керек бұл вообще бизнес деген? Керек па, керек емес па? Екі, бизнес идея. То есть біз бәрін осындай аз-аздан бастауымыз керек.
көп адам қателігі ерлі андай да бизнес мысалы бір рет пробовать етеді да істей алмайды да қайтадан жұмысқа кетіп қалады да даже оқырмандарым арасында сондай болуы мүмкін поэтому бізде ондай нәрсе болмау үшін біз пока мойкадан шықпаймыз пока мынаны бәрін көреміз пока жай этап бұл реалити шоу 10 видео болуы мүмкін 8 видео болуы мүмкін білмейміз пока нәтижеге жеткенге дейін нәтиже шықпауы да мүмкін сізден де байланысты менен де байланысты сразу айтамын нәтиже сіз егер ештеңе істемесеңіз мен бәрін үйреткенмен бесполезно и Азимбек мырза шығара алмаймыз әрине бізде пробизнесте студенттер 95-97% результатқа жетіп жатыр то есть олардың жұмыс істегеннен де байланысты түсінікті ма так не айтасыз ержан тапсырма қараңыз мынандай болды ғой смарт бойынша мақсат жазып беру яғни ол қолжетімді жаңағы уақытпен шектелген мысалы қандай деген вопростар болады қандай ол сол сияқты яғни смарт бойынша бұл жерде сізге не керек мақсат жазу керек бұл бірінші тапсырма екінші тапсырма жаңа дұрыс айтты 10 бизнес түрін біздің өзіміздің 5 категория бойынша талдап келесіз тапсырма осы пока мойкада жұмыс жасай бересіз мойкада 12 сағат болсын 15 сағат болсын жұмыс жасайсыз бірақ мына бизнес идеяға күніне кемі бір 2-3 сағат уақыт бөліп жазу керек пока бір аптаға жетеді деп ойлаймын пока бизнес идея мен смарт мақсаттың формуласын біздің куратор жібереді жалпы бізде оқырмандар бізде пробизнестің ең жақсы жері куратор бар да кез келген бизнес бастаймын деген адамды біз жестко контрольге аламыз поэтому ол мен ойлаймын өте керемет деп және де біз арнайы платформада домашний задание істемесе мысалы біздің курста біз өткізбейміз біздің плюстеріміз да поэтому нәтижеге жету оңай емес өз-өзіңізді қинай алу керек және де көп адам оңайсына салады ерлер сенде мынау идея таңдау болмауы мүмкін мақсат болуы мүмкін но тек өзіңе сұрақ қой мен мысалы не үшін келесің реалити шоуға егер жасай алмайтын болсам мен сонда слабый ба деймін да поэтому оңай болмайтын қайта айтамын да ертең сіз осы реалити шоу нәтиже жеткізсеңіз анаңыз атаңыз риза болады неге потому что сіз осы жердегі сіз білімді алсаңыз кез келген бизнесте қолдана бересіз поэтому максимум жұмыс істеу керек максимум результат шығару керек ұйқыны тыясыз шынымен тем более сіз мойкада істейсіз тем более мынақта оңай емес мен неге сізге айтайын менде сәл қорқыныш болып тұр шыны керек мен сізге сенемін бірақ та менде қорқыныш болып тұр шынымен неге потому что сіз тегін қатысып жатсыз да сіз реалити шоуға ешқандай ақша төлемедіңіз 0 теңгемен действительно қатысып жатсыз неге адамды мен қорқамын когда тегін мысалы бірдеңе үйретуге өйткені құндылық болмайды да мен мысалы өзім пробизнесімде мысалы Азимбек мырза екеуміз біз гранттар бердік жұртқа оқысын қазақтың жігіттері білім алсын тегін грант бердік та қанша миллион теңге бердік бірақ келмеді ғой 900 мың теңгеге мысалы грант бердік дұрыс па деген почти миллион да адамдар келмеді тупо оқымады поэтому мен қорқып жатқаным сіз ақшасын төлемегеннен кейін құндылық болмай ма деп жатырмын да сіз тастап кетесіз ба деп жатырмын поэтому сіз тастамау үшін өз-өзіңіз қинаңыз деп жатырмын да мен сіздегі сондай үлкен өтініш болып тұр өйткені бұл жерде команда жұмыс істеп тұр бұл жерде мысалы Азимбек мырзаның энергиясы бар менің энергиям бар ол сабақ өту бизнес үйрету оңай емес өзіңіз білесіз мысалы мен жеке коучтарым өте қымбат тұрады бірақтан да мен сізге оны үйрете аламын поэтому құндылық болсын деп жатырмын да өз-өзіңізге андай жауапкершілік алыңыз мен ойлаймын ол сіз бағана мойкада нұрсұлтан администрация жақсы жерлер осындай егер жауапкершілік болмаса ол мысалы мойкада істей бермейтін еді деп ше істеп жатса мысалы бұрыннан бастап біздің компанияда да поэтому құдай қаласа нәтижеге жететін шығарсыз деп ойлаймын бірақ сәл менде күмән туып тұр неге кешірім сұраймын бірақтан да просто тегін алғаннан кейін да түсінікті ма адам всегда тегінді андай құндылық болмайды ценить етпейді да мысалы сіз телефонды мысалы мен сізге подарок етсем сіз телефонды бір айдан кейін жоғалтып алмауыңызды сындырмау сіз телефон кредитке сатып алсаңыз сіз оны құндылық жасайсыз да жоғалта алмай ұрлап кетпейсіз ценить етесіз да егер сіз маңдай термен спецтехника болмаса арендаға машина алып бересіз анаңызға өзіңізге болады ол зат кайф реально кайф мен жеттім мен молодецпін айтасыз сол жалпы блокнотқа жазыңыз бүгін задание сізге блокнот алу дәл қазір шығасыз магазинге блокнот аласыз
нормаль болатын талап болады. 1000 теңге тұра ма, 2000 теңге тұра ма, и сотыңызға заметить. Келесі задание мен сізге кадр береді, задание декларация болады, план болады, бұл анализ конкуренттік бөлім. Біз сізбен сөзіміз жарасу үшін сіз бизнес идея таңдап кету керексіз. Көпшіліктің қателігі бизнес идея таңдай алмайды. Сізде сұрақ болса, сіз WhatsApp-қа жазыңыз. Бар ма бізде мысалы, біз группа аштық, реалити шоу деген. Соған жазасыз, мынаны бастай алмайды, мынаны бастай алмайды. Түсінікті ма? Сұрақ сұраудан ұялмаңыз, үндемей қалмаңыз. Сұрамаған балаға сүт те жоқ. Сұраңыз, хорошо? Әзеге не дейсіз? 2 тапсырма жеткілікті бүгінге. Иә? 2 тапсырманы орындауға қанша уақыт береміз? Так, жалпы біз дейік, бүгін группа ашайық. Менің көмекшім Жадырхан группа ашсын, кураторлы жібересін. Примерно 1 аптаға дейін уақыт, но ол көп негізі. Өте көп. 2 күн уақыт берейік. 2 күн уақыт берейік. Одан кейін ол дұрыс істеп жатыр ма, может қате істеп жатыр ма, біз тексеруіміз керек ол. Қалай болып жатыр ол? Егер қате болатын болса, может 1 апта қателеп жүру мүмкін ғой. 1 апта сен басқа нәрсе істеп жүрген, ойың басқаша болды мысалы да. Жаңағыдай ресторан деп бір үлкен бір бизнестерді ойлап кеткен болуы мүмкін мысалы. Ондай емес. 2 күн уақыт. Бірақ жалпы таңдап кетуге дейін 1 апта уақыт береміз да. Потому что сен бізге келесің, сразу таңдап кетпеуі мүмкін. Может қате болуы мүмкін. Біз қайтадан айтамыз. Мысалы да. Сондықтан бұл жерде осындай не дұрыс болу үшін 2 күн уақыт береміз. 2 күн уақыт осылай жұмыс жасаймыз. 2 күннен кейін қайтадан тексереміз, чатып барып группа ашамыз деп жатырмыз. Барлығын өткеннен кейін осы 1 аптаның ішінде қалдырмай таңдап кетуге саламын. Бұл жалпы біз әрбір студентпен осылай жұмыс жасаймыз негізі. Бізге келген кез келген жаңағыдай оқушы, жаңағыдай кез келген біз студент деп айтамыз. Студент болғандықтан оларға 1 аптаның ішінде таңдап кету керек. Я бар жоқ болу керек та саласы. Ойлаған сала сондай. Оны ойланып жүре беретін сала болмау керек. Так, бүгінге осы? Осы бүгінге ердар группа ашамыз, сұрақтар болса айтасын. Реалити шоуда реально қылып түсіреміз. То есть кәдімгідей полностью болмай қалса болмай қалды. То есть нәтиже болмай қалса болмады. То есть бизнес деген оңай емес мысалы да. Шынайы болу керек та полностью. Поэтому тағы да сұраймын сізден емін-еркін форматта. Емін-еркін, хорошо? Полностью. Так, құрметті оқырмандар, баршаңызға рахмет. То есть реалити шоуды түсірдік. Сіздерге ұнап жатса лайк қойыңыздар және бұл видеоны WhatsApp-пен таратыңыздар. То есть әрбір қазақтың жігіті, әрбір қазақтың қызы бай болу керек. Тағы да қайталаймын. Және сол себепті көптеген кәсіпкерлер 99% дұрыс жасай алмайды. Дұрыс па деген? Система, автоматизация деген білмейді. Кез келген адам кәсіпкер бола алады. Және де кез келген адам кәсіпкер болып туылмады. Сол себепті біз міндетті түрде ұнаса видео лайк қойып кетіңіздер, комментарий жазыңыздар, біздің каналға тіркеліңіздер. Құда қаласа жуырда тағы қызық видеолар шығатын болады. Тағы да мынандай нәрсе бар. Қазір біз бұл видеоның жалғасы болады. Ал сіздер қандай бизнеспен айналысуға болады Ернұрға? Сол жайлы комментарийға жазсаңыздар. Ернұр мынамен айналысып көрсін, Ернұр мына бизнеспен айналысып көрсін деген сияқты өздеріңіздің ойларыңызды мына комментте жазып кетсеңіздер. Өйткені ол видео шыққан кезде мүмкін идея ұнап қалатын шығар. Біз сол идеяны біз мүмкін жалғастырып кететін шығармыз. Сондықтан бұл барлығы шынайы, барлығы реальный түрде болатқандықтан видео шыққан сәттен бастап сіздер комментке мына идея Ернұрға болады деп енді әрбір қазаққа жаны ашу керек деп ойлаймыз. Яғни Ернұрға осы идея мен ұсынамын деп айтсаңыздар, біз оны талқылаймыз, сразу оны айтпаймыз, дұрыс па? Талқылаймыз, ойға салып көреміз, өзіміздің формулаға салып көреміз, барлығын жасап біткеннен кейін біз Ернұрмен ол саламен айналысатын боламыз. Сондықтан сіздердің комментарийлеріңізді күтеміз. Сәттілік Ернұр. Ернұр сәттілік. Құдай қаласа бір үлкен кәсіпкер болып шығады деп ойлаймыз негізі. Бір сөйлеп жүрсің ба? Жоқ. Айта бер. Рахмет сіздерге. Осы кішігірім түсіндіріп өтті. Келешекте қолымнан келеді деп ойлаймын.